Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамы майсөк жасап көрсететін боламын. Осы видеоны басынан аяғына дейін қарап тамашалаңыздар. Алдымен тарымызды аламыз. Менде ешқандай да тазаланбаған, қуырылмаған, жуылмаған шикі тары. Осы тарымыздың үстінен суымызды құямыз. Жылы суымызды құйып айбаттылап бірнеше қабат шайқап жуып тастайтын боламыз. Суымыз әбден осындай мөп-мөлдір болғанша тарымызды тазалап жуатын боламыз. Енді осы тарымыздан суымызды төгіп тастап, жаңағы мата сүлгінің үстіне немесе қағаз сүлгінің үстіне осылай салып, тарымызды жайғастырып, әбден тарымыз кепкенше кептіріп алатын боламыз. Кезінде аналарымыз тарыны жаңағы қойдың қуырылған майына немесе қойдың майы болмай жатқанда жылқының майына немесе тортасы қайырылған сармайға қуырып істеген екен. Сіздер қалай әдіспен жасайсыздар? Комментарий бөліміне жаз кетсеңіздер болар еді. Енді осындай құп-құрғақ болып кептірілген тарымызды алып қуыратын боламыз. Табаға қуырсаңыздар да болады, немесе мына мен сияқты жылдам әдіспенен духовканың астына бір қуырып пісіріп алсаңыздар болады. Көп қатты күйдіріп жібермеңіздер, қарап тұрыңыздар, тек тары қызарып шықса болғаны. Міне осылай тек қана қызартып алатын боламыз. Енді осы тарымызды алып жаңағы пісіретін боламыз. Пісіретін түбі қалың ыдыс болғаны дұрыс. Енді осы тарымыздың үстіне ыстық су немесе қайнаған сүт құйып пісіріп алсаңыздар да болады. Жаңағы құйған сүтіміз немесе суымыз тарының бетін осылай толықтай жауып тұру керек. Отқа жаңағы 3-4 минутқа немесе кішкене тарымыз әбден пісқанын білесіздер ғой, сол уақытқа дейін ұстап пісіріп аласыздар. Міне тарымыз пісіп шықты. Ешқандай да суы, жаңағы сүті қалмау керек, осылай қарылып пісу керек. Тарымыз бірнешеге жаңағы өсіп пісіп шығады. Енді осыны суытамыз. Әбден суыған тарымыздың үстіне қалауыңыз бойынша қант қосасыздар. Қант пен тарымызды жақсылап араластырып жібергеннен кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Жұмсақ сары майымыз бен тарымызды жақсылап араластырамыз. Майсөгіміз осымен дайын болады. Майсөкке салған майымыздың пайызы жоғары болған дұрыс. Қазіргі ораза айында, әсіресе сәресі уақытында осы майсөк тағамын жасап жеп көріңіздер. Өйткені күні бойы майсөк тағамын жеген адам тоқ жүреді, әрі әлсіремей әлді болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыз.